Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай кез келген тағамға қолдануға болатын лаваш пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала електен өткізілген ұнның үстінен бір шай қасық тұзды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, қасықпен араластырамыз. Суымыз сәл суыған сәтте, қолымыз күймейтіндей болған кезде қолмен елеп жалғастыратын боламыз. Артық ұн салудың және су құюдың қажеті жоқ. Дәл осы мөлшермен құясыздар. Және қамырларыңыз сәл бірге бастағанда бөлме температурасындағы сұйық майды құйып, ары қарай елеп жалғастырамыз. Қамырларыңыз біркелкі әдемі болып иленіп шығады. Дәл осылай жақсылап илеп, пакетке салып, жарты сағатқа бөлме температурасында тындырасыздар. Жақсылап тынған қамырды 1/8 бөлікке бөлесіздер. Менің табамның диаметрі 24 см болғандықтан мен 8-ге бөлдім. Егер сіздердің табаларыңыз одан кішірек болып жатса, одан көбірек бөліктерге бөлулеріңізге тура келеді. Барлығын дәл осылай домалақтап қойып аламыз, және де бетінің салафанмен жауып қойып, шетінен бір талдан алып отырып жаятын боламыз. Достар, сіздер менің арнамнан дәл осы лавашпен дайындалған мерекелік тіске басардың рецептін таба аласыздар. Ол үшін каналыма өтіп, плейлисты бөліміндегі мерекелік дастархан бөлімін ашсаңыздар болады. Аз-аздан ұн сеуіп отырып, барынша жұқа етіп жаюға тырысамыз. Қамырымыз бізде созылмалы, жақсы жайылады, тез жыртылмайды, сондықтан барынша жұқа етіп жайыңыздар. Және де құрғақ қызып тұрған табада орташа отта екі жағынан сәл қызарғанша пісіріп аласыздар. Егер сіздер лавашқа салма салып орайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде барлығын пісіріп болғаннан кейін пакетке салып қойыңыздар, не болмаса сулы орамалмен бетін жауып қойыңыздар, сонда лаваштарыңыз кеппейді және орағанда сынбайтын болады. Барлық жайылған қамырларыңызды кезекпен дәл осылай пісіріп алатын боласыздар. Сонымен біздің лаваштарымыз дайын, өте жұқа болып шығады. Салмасын салсаңыздар тіптен дәмді болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мерекелік дастарханға, қонақ дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.